Байланысты желаяқ, сіздерге бүгін еркек тоқты құрбандық әңгімесін айтып беретін боламын. Міндетті түрде лайк басып каналға тіркеліңіз. Желтауда мешіт ұстап бала оқытып жүрген Бекжан Сопының Шопан ата басында шырақшы болғанына 1 жылдан жуық уақыт өтіпті. Қобыштардың қойымшылығы Шопан ата басындағы шырақшы келіп ағайындары сұрағасын келген жайы бар. Бабықтың әжібайынан тарайтын мың бай, сел бай ағайындары ұқсап бай болмаса да, Бекжан ескіше хат танитын, ерекше сауатты болатын. Сонысына қарап болса керек, халық арасында Бекжан Сұпы деген атпен танымал болатын. Атаның басына зиярат етуге келгендерге Шопан ата жайлы білгендерін, ескінің көзі халық жадында қалған уаз әңгімелерін көп айтатын еді. Бәсендеу қоңыржай даусымен тыңдаушысын әп-сәтте баурап алатын. Ресейде кеңес үкіметі орнап, күшіне міне бастаған кез, Маңғыстауға әлі жете қоймады десе де болғандай. Бәлкім ең даладағы аз ғана ауылда әсірін әлі тигізе алмай жатыр ма? Әзірге тыныш, бір қалыпты өмір өтіп жатыр. Жұбайы Сәрсенбибі Әбубәкір кердерінің жақын қарындасы болып келетін. Әбубәкірдің әкесі марқұм Боранқұл мен мұның әкелері үзеңгілес әрі тумалас болатын. Кішкентайынан сол Әбубәкірдің жырларын жаттап өскен Сәрсенбибі бәйбіше бар білгенін қыздарына үйретіп әлек. 1926 жылдың көктемінде дүниеге келген қызы Оралжандай биылдары әкесінің дәріс алуға жарап қалыпты. Үлкен қызы Бақытта биыл 10-ға толып отыр. Қолы бос уақытта көрші ауылдардың балдарын жинап алып арабша, латынша оқытады. Өзінің 2 қызы да солардың ішінде. Латын әрпінің бір жақсысы өз ана тілінде жазуға қолайлы болатын және араб әріптеріне қарағанда оңайлау көрінетін. Биыл қолдан қалап жасаған үңгірді біршама жөндеп, сылап, үшін ақтасы суға езіп, ақтап алған. Іші жазда салқын, қыста жылы ұядай қарамағындағы 10 шақты бала ішіне сиіп кетеді. Шіркін, қазағымның пейілі кең ғой. Қаншама жоқшылық десе де Тілеухана басында адам аяғы үзіліп көрмепті. Барын әкеліп садақаларын беріп жатқаны. Оқып жатқан балалардың да ата-аналары келген сайын құр-қол келмей, анау-мынауларын беріп кетеді. Биыл Алла оңарса Тілеухананы кеңейтпекші. Әйтпесе қазір жағдай әйтеуір жоқтан жақсы. Кеше сонау кетік жақтан ат артып Боранбай деген жолаушы келе қалғаны. Мақсаты осында бір түнеп, әрмен қарай Бекет атаға зиярат етуге кетпекші. Інім, алыстан келе қалыпсың. Не хабарың бар? Айта отыр, ел ішінде тыныштық па әйтеуір? Біраз өзгеріс бар ғой аға. Кетік баса абыр-сабыр. Майлыбайдың тәрпені ауылнай болғалы басымызға әңгір таяқ ойната бастады. Күнде бірдеме ойлап табады. Онсыз да әрең күн көріп отырған ауылға қырғыдай тиюге біресе ет салығы, біресе тері салығы демей әйтеуір тыныштық беретін емес. Қолына ұстап отырған кесені төңкеріп тастады да жер шұқып отыра кетті. Бірдеме айта алмай кібіртіктеп отырғаны. Аға, сол неме өткенде бір сөзінде кетіктен атты әскер шығады екен дейме ау? Маңғыстауды аралап кеңес үкіметін орнататын көрінеді. Малдарын жинап алып, қожа малдарды ұстайды дейме ау? Әйтеуір аузына қара қан толыңғыр әңгімесі жаман екен. Сақ болыңыз аға. Боранбай келіп кеткелі Бекжан Сопыдан ұйқы қашты. Япыр-ай, мына заман не болып барады? Бұра басын ойлап отырған жоқ. 5-6 ұсақ жандағынан басқа малы жоқ. Елдің жағдайы, бала-шағасының жағдайы, жұбайы Сәрсенбибінің жағдайы не болмақ? Не де болса амал жоқ. Көппен көрген ұлы той. Жаратқан Алла жар бола көр. Киік жортқан қу далада солар келе қояр дейсің бе? Деп күбілеп өзін-өзі жұбатқан болады. Тек өкінетіне 2-3 жылдықта рулас жамағайындары Мыңбай, Сәлімбай, Үстіртке көшкенде бізбен бірге жүр, жалғыз үй отырасың бай далада дегенде тыңдай қоймап еді. Оның себебі аталарының өсіп өнген, жатқан жерін қимағандық еді. Енді өзі олай-бұлай болып кетсе бала-шағасының жұбайының жағдайы не болмақ деген беймәлім сезім ішін жалап бара жатқандай. 32 тістен шыққан сөз 32 елге жайылады демекші, малға сынақ жүргізбекші ишан молдарады ұстайды екен деген әңгіме ел ішінде гу-гу етті. Осыдан қорыққан ауылдастары балаларын оқытудан үзілді-кесілді бас тартты. Ендігі жерде сауатты ашылып келе жатқан 2 қызын оқытудан басқа ермегі қалмады. Жаратқан иеме не жаздым екен, артымда қалып ең болмаса өнерімді алып қалар бір ұл бермегені деп іштей налитын. Бар білгені жат жұрттық болса да сол 2 қызына үйретіп әлек. Көбінесе көп бүк түсіп теріс қарап жатып алатынды шығарды. Көзі ашық оқығаны көп, бәкеңнің ойлағаны ел тағдыры, замана жүгі болатын. Іске шығатын болыпты дегелі атаңның басына зиярат етушілер де азайған. Бірің-сарың жолшыбай соғушылар болмаса ел аяғы суыған. 1927 жылдың күзінде бір топ атты әскер Шопан ата басына сау етіп жетіп келді. 1920 жылдың күзінде бір топ атты әскер Шопан ата басына сау етіп жетіп келді. Жолдан шаршаған, көздің салқын желі тоңдырған, келе сала Тілеуханаға кіріп жайғасып алды. Сы шай ішіп қарындарына бірдеңе барғасын кейбіреулері маужырап ұйқыға кетті. Командирі болса керек киген ұзын мұра офицер ұлты татар ма деймін, әл шайға қаратпастан Бекжанның қолына кісен салды. Онысы қашып кетер деп сақтанған түрі.
Сен молдасың ба? Шыныңды айт, тағы кімдер бар деп қуырып барады. Қолында тізім. Әжігереев Бекжан молда деп оқып қояды. Мен молда емеспін, ескіше сауатым бар, бала оқытамын. Одан басқа ештеме білмеймін деп отырып алды. Оған көнетін әлгілер ме? Ертесіне таңғалаң бере алты жандығын алдына салып, өзін дедектетіп айдай жөнелді. Кіндік кескен туған жер, адал жар, екі шеттей қызары, киелі Шопан ата қонысы көзден бұлбұл ұшып қала барды. Бекжан сұпы төртпақ денелі, орта бойлы, қуатты мығым адам болатын. Елуде енді ғана еңсерген тұла бойы даналықпен қоса күш-қуатқа да толы болатын. Есебін бес ұрып мылтықтарын тартып алып аяқ-қолдарын байлап қашып кетсем бе екен деген содыр ой келмеді емес. Бірақ артында қалған үй іші қолын жіпсіз байлады. 3 күн бойы тынбай жүріп отырған ол кетік шаһарына жетті. Маңдайшасында қызыл жылау ілген барақ үй іші абыр-дабыр, кілең қызыл жағалы әскери адамдар, кейбіреулері шүлдірлеп орысша сөйлейді. Бірден детіктетіп тергеушінің алдына келді. Қасында жалпиып Майлыбайдың тәлпені отыр. Үлкен іс бітіріп жүрген кісімсіп қасындағы шекіл сары орысқа қарап орысшалап бірдеңелерді түсіндіріп әлек. Бекжан өзі жайлы әңгіме кетіп жатырғанын айтпай-ақ түсінді. Саған молда екенін мойындасын, халықтың басын айналдырып улап жүргенін мойындасын, деді офицер мырза. Жоқ, мен молда емеспін, халықты улағаным жоқ, қайта оқытып сауаттарын аштым. Онда неге сені сұпы дейді, өтірік айдайсың? Мойындап қол қой мына қағазға. Шынданып түкірегіне шашалған тәлпен орыс тергеушісіне де асып түсті. Ұрып соғып та мойындата алмаған олар шарасыздықтан шаршап алып кетің деп айқайлады. Қастарында тұрған қарауыл болса керек, сүйреп апарып тас түрмеге тоғыт. Есін жиып көзін ашса, қолқаны айтарлықтай шуаш иіс, бөлме ішінде өзі сияқты 30 шақты адам. Ішінде өзі танитын Қаржау ишан, жарым молда сияқты біраз бар екен. Тізім жасап берген тәлпен ит көрінеді. Көрінде өгіргір төбемізге жететін болды деп жарғанып отыр біреуі. Қорлықта жатқандарына 3-4 ай болды. 1928 жылдың көктемі де туғалы тұр. Әйтсе де әлі күн ызғар, өңменіңмен өтер суық жел. Таңертең ертемен барлығын шығарып портқа айдай жөнелді. Ешкім ештеңе айтып жатырған жоқ. Қайда баратындары белгісіз. Ішіндегі тәлпенің жамағайыны сұрап қоймағасын, жер аударат сендері деген күңкілі естілді. Әйтеуір атпайды екен, оған да шүкір, деді кейбіреулері. Сонымен 30-ны қуып апарып жағаға тұрған бу кемеге тықты. Қара түтіннен будақтаған кеме батысқа қарай жол тартты. 2 күн 2 түн бойы ауыр кеме теңіз толқынын тілгілеп қозғалып келеді. Соңғы кезде баяулап кідірмелеуі көбейді. Басқару каютасынан айғай естіледі. Бу қазан істен шыққан, оның үстіне қырсыққанда телеграф байланысы да жасамай тұр. Ендігі жерде ғайыптан тайып жолшыбай кеме кездеспесе аман қалулары екіталай. Кеме үстіндегі әскери күзетшілерді, теңізшілерді де үрей басқан, дәрменсіздік жайлаған. Қамаудағыларға күнделікті беретін сұлу көжесі де қысқарды. Күнінен бір-ақ рет береді. Арада бір апта өтті. Камерада от жағуды доғарғаны бөлме іші азынап, күкілдеп жөтелушілер көбейді. Бұлай отыра берсек, аштан өлеміз. Бір айла істеу керек. Кеме босманы зар илеп отыр. Аяқ астында қарауыл бастығы орыс офицер бір шешімге келді. Тез арада тұтқындардан құтылу керек, әйтпесе көп ұзамай өзіміз өлеміз. Таңауы тебілдеп қаншерлердің көзінен от шашып тұрды. Құдды осы шешімге келгеніне өзі дән риза секілді. Кеменің тамақ бөлмесінің есігін ашып, палубаға шығыңдар тез, деген босманның даусы құлақты жарды. Аштықтан бураңдаған тұтқындар еріксіз сүйретіліп орындарынан тұрып төбеге шыға бастады. Бұлардың арам ойы бірінде түсінген Бекжан қасындағылармен қоштаса бастады. Өздерін өртеген әттеген айлар, тұла бойын жайлаған шарасыздық кеудесін қысып тұншықтырып барады. Кеңес үкіметімен келген халқының басындағы тажал. Сол тажалға қарсы тұрар дәрменсіздіктің өкініші өне бойын бір сәт шарпып өтті. Бәрін кеме жағасына тұрғызып қойып мылтық кезеніп секіріңдер деп айқайлап тұр жаналғыштар. Амалдары таусылған тұтқындар жапа тұрмалай суға секіре бастады. Осылайша әп-сәтте 30 адам көк теңізге шөміп жоқ болды. Еркек тоқты құрбандық деген осы. Тұтқындарды тиеп шыққан кеменің келетін уақыты өткелі бірнеше күн болған еді. Баку гарнизонының бастығы алдарынан шығып іздеуге пәрмен берді. 3 күн өткенде барып толқын термеп тұрған Нәнбу кемесінің үстінен шықты. Кеме басы тым-тыныш, жым-жырт, тіршіліктің саны білінбейді. Іздеушілер командирі палубаға көтеріліп үнсіз состиып тұрып қалды. Кеменің тұтқындарын қамайтын бөлмесі бос, үңірейіп, үрейлі аузы ашық жатыр. Кеме экипажының бөлмесіне кіргенде барып болған жағдайдың бәрін түсінді. Аштықтан, суықтан қырылған экипаж мүшелері жайрап жатты. Кеме капитанының көзі ашық қалыпты. Көзі әлде үрейлі, әлде өкінішке толы бақырайып қатып қалған. Бейгүнә 30 адамның қаны жібермепті. Соңына дейін тыңдағандарыңыз үшін рахмет. Міндетті түрде каналға лайк басып тіркеліңіздер.